Сәлем киносүйер қауым, бұл киношоу кезі және бүгін біз мультиғаламды дүр сілкіндірген нағыз тарихи оқиғаны талдайтын боламыз. Бәріміз асыға күткен интернетті жарған кек алушылар Доктор Дум фильмінің трейлері ақыры шықты. Marvel бұл жолы барлық ережелерді бұзып, біз бұрын сонды көрмеген ақылға сыймас кроссовер дайындапты. Ойлап қараңыздаршы, X адамдарының әйгілі сарайы көз алдымызда неге қирап жатыр? Фантастикалық төрттіктің кемесімен ілесіп кімдер ұшып келді? Роберт Дауни кішінің Доктор Дум рөліндегі алғашқы бейнесі қандай? Және ең басты интрига, Тордың балғасын еш қиындықсыз көтеріп, өзінің нағыз Стив Роджерс екенін дәлелдеген аты аңызға айналған қаһарманның оралуы. Бұл бейнероликте біз трейлердің әрбір секундында тұнып тұрған детальдарды, Локидің ескертуі мен Немордың сұмдық күшін жіліктеп шағып, толықтай талдап шығамыз. Ендеше экранға жақынырақ жайғасыңыз, бұл өте ыстық әрі эпикалық видео болмақ. Трейлер бірден әйгілі X адамдар сарайынан басталады және біз кадрдан арнайы тақтайшаны байқаймыз. Онда жазылған мекенжайға қарап, мутанттар мектебінің бұрынғы Fox студиясының фильмдеріндегідей дәл сол жерде орналасқанын аңғару қиын емес. Яғни бұл бізге таныс ескі ғалам болуы әбден мүмкін. Немесе бұл біз бұрын сонды көрген киноларға барынша ұқсас етіп жасалған мүлдем басқа баламалы ғалам болуы да ықтимал. Бір назар аударарлық жайт, мұнда команда бұрынғыдай іші пыстырарлық қап-қара киімдерде емес, комикстердегідей жарқын, нағыз классикалық костюмдердің киіп алған. Осы кезде профессор X ғаламдардың соқтығысуын, инкурсияны көреді, ал бұл экранда көздің жауын алатындай өте эпикалық әрі керемет көрінеді. Меніңше, олар Тоби Магуайр ойнайтын өрмекші адам ғаламымен соқтығысып қалған сияқты. Өйткені интернеттегі қауесеттерге сенсек, Тобидің ғаламын дәл осы фильмнің ең басында Росомаха және Дэдпул бастаған X адамдары барып, жойып жібереді делінген. Кадрдан көріп тұрғанымыздай, X адамдар ол ғаламды толығымен жойып жатыр. Осы тұста кішкене шегініс жасап, өте маңызды бір нәрсенің басын ашып алайықшы. Трейлерде үнемі айтылып жатқан осы инкурсия немесе ғаламдардың соқтығысуы деген не өзі? Неге бұл апат таныстың шертуінен де қорқынышты саналады? Көпшілік көрермен мұның нақты не екенін және неге соншалықты қауіпті екенін толық түсінбей жатады. Қарапайым тілмен түсіндірейін. Инкурсия бұл екі параллель ғаламның шекарасы бұзылып, бір-біріне магниттей тартылып соқтығысу процесі. Бірақ олар жай ғана кеңістікте соқтығыспайды. Бұл апат дәл екі ғаламның центрі, яғни екі жер планетасының түйісуінен басталады. Оның ең қорқынышты, ең сұмдық тұсы мынада. Егер екі ғаламның жері бір-біріне тиіп соқтығысатын болса, екі ғаламда толықтай жойылып кетеді. Бүкіл галактикалар, жұлдыздар, триллиондаған тіршілік иелері ізім-ғайым жоғалады, түк қалмайды. Бұл қатыгез апатты тоқтатудың, аман қалудың бірақ жолы бар, және ол өте ауыр жол. Өзіңнің туған ғаламыңды, өз отбасыңды аман алып қалу үшін сен екінші ғаламның жерін соқтығысуға дейін алдын ала жойып жіберуің керек. Дұрыс естідіңіздер, басқа ғаламды құтқара алмайсың, бүтін бір планетаны, миллиардтаған кінәсіз адамдарды өз қолыңмен өлтіруің қажет. Таңдау жоқ, не сен оларды өлтіресің, не олар сені өлтіреді, немесе бәрің бірге өлесіңдер. Бұл жағдайда кім жақсы, кім жаман деген ұғым мүлдем жұмыс істемейді. Бұл жерде тек кім тірі қалады деген ғана сұрақ бар. Трейлерде мутанттар сарайының қирап жатқанын және команда мүшелерінің қатты қайғыға батып, рухтары түскенін көріп тұрмыз. Неге десеңіз, олар өздерінің туған ғаламын аман алып қалу үшін басқалардың тұтас әлемдерін өз қолдарымен құртуға мәжбүр болып жатыр. Бұл өте ауыр шешім екені көрініп тұр. Трейлердің түпнұсқасын, яғни ешқандай дубляжсыз нұсқасын қосып, ең басын тыңдасақ, біз бірден Роберт Дауни кішінің дауысын естиміз. Бірақ байқасаңыз, сіз оны бірден танымай қалуыңыз әбден мүмкін, өйткені ол мүлдем басқа акцентпен сөйлеп тұр. Актер бұл рөлге қатты беріліп, образын толық ашу үшін сөйлеу мәнерінде арнайы өзгерткен. Бұл өте қисынды, себебі Доктор Дум комикс бойынша Латвия мемлекетінде туып өскен ғой. Сондықтан оның өзіндік ерекше шығыс еуропалық акценті болуы заңдылық. Өкінішке орай, ресми дубляжда бұл акцент мүлдем сезілмейді, толықтай жойылып кеткен. Ал ағылшын тіліндегі түпнұсқада дәл сол акценттің арқасында Доктор Думның әрбір сөзінен нағыз сұсты, мысты қауіп төніп тұрғаны өте керемет әрі шынайы естіледі. Айтпақшы, Доктор Думның туып өскен отаны мен оның әйгілі қамалын біз фильмнің өзінен көретін боламыз. Тіпті интернеттегі сыбыстарға сенсек, дәл сол жерде қандай да бір ауқымды шайқас орын алмақ. Және трейлерде ақыры бізге Доктор Думның толыққанды бейнесін, образын бастан аяқ көрсетті. Оның сырт келбеті, қалыпты, яғни кәдімгі Доктор Дум сияқты көрінеді. Жасыратыны жоқ, шынымды айтсам, мен бұдан да эпикалық ерекше бірдеңе күтіп едім.
Ал енді қызық факт, бұл костюмнің дизайнын жасауға Роберт Дауни кішінің өзі ішінара қатысқан екен. Кем дегенде фильм авторлары бізге осылай деп мәлімдеген болатын. Нью-Йоркте жаңа кек алушылардың мұнарасының құрылысы аяқталыпты, бірақ шынымды айтсам, ол сәл бір түрлі оғаштау көрінеді екен. Дизайнына қарасақ, Старк мұнарасының кішірейтілген көшірмесі сияқты. Осы кезде кадрдан біз титрдан кейінгі сахнада көрген фантастикалық төрттіктің кемесі ұшып келе жатқанын байқаймыз. Одан кейін бірден трейлердегі көріп отырған кадрлар жалғасады. Бұлай деп нақты айта алатыным, қызыл сақшының үстінде дәл сол баяғы костюм. Ең қызығы сол, Тор да осы кемемен бірге ұшып келді. Бұл қалай болғаны? Менің ойымша, Тор Доктор Думмен болған алғашқы ауыр қақтығыстан кейін бірден фантастикалық төрттіктің ғаламына аттанған болуы мүмкін. Жалпы олар, яғни Доктор Дум және Тор осы уақытқа дейін бірнеше жерде кездесіп үлгерген сияқты. Әрине, трейлердегі шайқастары ол бөлек, оған қазір бөлек тоқталамыз. Және ең басты интрига, олармен бірге кемеде тағы бір кек алушы ұшып келген. Ол аты аңызға айналған Стив Роджерс. Дәл қазіргі кадрда біз оны көріп тұрған жоқпыз. Бұл студияның баяғы әдеті ғой. Спойлер болмау үшін оны кадрдан компьютерлік графикамен жай ғана өшіріп тастағанға ұқсайды. Бірақ маған сенсеңіздер, Стив Роджерс 100% сол кеменің ішінде болады. Естеріңізде болса, Найзағайлар фильмнің титрдан кейінгі сахнасынан жаңа кек алушылардың ескі құрамды онша жақтыра қоймайтынын байқаған едік. Дегенмен, бұл жолы олар Тордың сөзіне құлақ асып ақылға келіпті. Олар барлық өкпе реніштері мен ішкі келіспеушіліктерін жиып қойып, ортақ жауға қарсы бірігіп жұмыс істеуге кіріскен. Алдыңғы кек алушылардың бөлімдеріндегі де бұл фильмде де барлық кейіпкерлер бірнеше бөлек командаларға бөлініп әрекет ететін болады. Нақтырақ айтсақ, көретініміз фантастикалық төрттік, Ваканда жауынгерлері, жаңа кек алушылар, өзіміздің ескі ардагерлер, Икс адамдары және тағы басқалар. Бұл кадрда Тор өз өмірінде дәл осындай сұрапыл алапат қауіппен бұрын соңды ешқашан бетпе-бет келмегенін айтып жатыр. Әрине, оның бұл жерде Доктор Дум мен ғаламдардың соқтығысуы, яғни инкурсия туралы айтып тұрғаны айдан анық. Бір қызығы, Тор бұл жақындап келе жатқан апат туралы тым көп білетін сияқты. Сіздерге солай көрінбейді ме? Бұл кішкене күдікті. Менің ойымша, ол өзінің бауыры Локимен кездескен болуы әбден мүмкін. Ал қазіргі уақыт құдайы Локи оған барлық жағдайды егжей-тегжейлі түсіндіріп берген сияқты. Ол туралы осыдан қателеспесем, 1 жыл бұрын қауесеттер және кейбір видеоматериалдар тараған болатын. Тор бауырының орналасқан жеріне барып, онымен кездесетіні туралы. Ал енді кадрдың артқы фонына назар аударыңызшы, біз қатар тұрған 3 бірдей әлемді көріп тұрмыз. Марвел кино ғаламында ғаламдар соқтығысының концепциясын сәл өзгерткен сияқты. Бұл жолы мыңдаған әлемдер емес, тек 3 басты ғалам ғана аман қалып, дәл сол үшеуі бір-бірімен соқтығысатын тәрізді. Олар қандай ғаламдар десеңіздер, біздің негізгі ғаламымыз фантастикалық төрттіктің ғаламы және Икс адамдар өмір сүретін ғалам. Бұл механизмнің нақты қалай жұмыс істейтіні әзірге беймәлім, бірақ жағдайдың түріне қарасақ, тек бір ғана ғаламды аман алып қалу үшін қалған екеуін құрбан етіп түбегейлі жою керек сияқты. Біздің қаһармандарымыз мұндай моральдық тұрғыдан ауыр жағдайда қандай шешім қабылдамақ? Бұл үлкен сұрақ, дегенмен бұның соңы өте қызық әрі тартысты болатыны сөзсіз. Сонымен қатар келесі кадрлардан біз Бобтың, дәлірек айтсақ құдіретті часовойдың аяғын ғана байқаймыз. Белгісіз себептермен студия оның толық бейнесін бізден әлі де жасырып көрсетпей отыр. Менің болжамымша, бұл кейіпкер өзінің шексіз, ақылға сыймайтын күшінің арқасында фильмде комикстердегі молекула адамның рөлін атқаратын сияқты. Естеріңізде болса, комикстер желісінде Доктор Дум және Доктор Стрэндж дәл осы молекула адамның көмегімен құдіретті биондерлерді жеңіп, ешкімге бағынбайтын шексіз күшке ие болған еді. Ал содан кейін ол барлық қираған әлемдердің бөлшектерінен құралған атақты шайқастар әлемін жаратты. Егер Доктор Стрэндж қалай Доктор Думмен одақтас болды деген тақырып таңғалдырса, менің арнамда жақында ғана шығарылған видеомды тамашалай аласыз. Ол жақта Доктор Стрэндж алдағы уақытта қалай Доктор Думның жағына өтіп кетуі мүмкін екенін толық ашып, талдап, зерттеп берген болатынмын және осы оқиға желісін, яғни олардың биондерлерді жеңген сәтін айтқан болатынмын. Ал кинода біз осыған өте ұқсас, бірақ сәл өзгертілген сценарийді көретін сияқтымыз. Мұнда молекула адамның орнын часовой басады, ал биондерлердің орнына нысанаға тікелей мультиғалам ағашы алынатыны тәрізді. Немесе екінші нұсқа бар, молекула адамның орнын Франклин, яғни Рид Ричардстың ұлы басуы мүмкін. Ендігі кезекте бәрімізді таңғалдырған Немір туралы сөйлесейік. Байқасаңыздар, бұл трейлерде оған өте көп экрандық уақыт бөлінген, бірақ ресми промо-арттарда оның ізі де жоқ. Бұл қалай болғаны? Студия оған постерден орын таппай қалды деу ақылға сыймайды. Сондықтан бұл жерде ең қисынды бір ғана болжам бар. Немірді фильмнің дәл басында аяусыз өлтіріп тастауы әбден мүмкін.
Егер оны шынымен өлтіріп тастаса, бұл өте өкінішті болар еді. Себебі комикстер желісінде Немор инкурсия кезіндегі ең басты фигуралардың бірі болған. Тіпті батылы жетіп, ең бірінші болып бүтін бір ғаламды өз қолымен жойып жібергенде дәл осы Немор болатын. Трейлердегі мына бір эпик кадрға қараңыздаршы. Вакандылықтармен бетпе-бет келісу жүргізу үшін ол тұтас мұхиттың орнын жылжытып суды екіге айырып жібереді. Нағыз сұмдық күш. Және ең қызығы, студияның бізбен қандай ойын ойнап жатқанының нақты дәлелі мынада. Жақында ғана шыққан алғашқы тизерде бұл кадрларда көріністер мүлдем басқаша болатын. Олар оны монтажбен енді ғана қосып отыр. Енді трейлердің басындағы бас қосқан алып команданың әрекетіне назар аударайық. Байқасаңыздар, олар екі топқа бөлініп кеткен екен. Біріншісі вакандылықтармен келісу жүргізуге барса, екінші топ тікелей X адамдардың ғаламына аттанған. Мутанттар әлеміне барғандардың қатарында біз Рид Ричардс, Елена Белова, Шанг-Чи және жаңа Капитан Американы көріп тұрмыз. Әрине, Марвелдің баяғы дәстүрі бойынша қос ғаламның қаһармандары бірден сөзге келісіп, құшақтаса кетпейді. Олар бірін-бірі танымағандықтан бірден қырқысуды бастайды, және бұл шайқастар экранда сөзбен айтып жеткізсіз керемет көрінеді. Тіпті Шанг-Чи мен Гамбиттің арасындағы жекпе-жектің өзі нен тұрады. Нағыз визуалды экшн. Ал Мистиктің Елена Белованың кейпіне еніп құбылатын сәті де өте қызықты шешім болған. Бірақ трейлерде бізге көрсетпей әдейі жасырып қалған тағы бір керемет жекпе-жек бар. Ол Мистер Фантастик пен түнгі жыланның қақтығысы. Бұл туралы тіпті актерлердің өздері сұхбатында байқаусызда айтып болған болатын. Ал біздің жаңа Капитан Америкамыз X адамдардың көшбасшысы Циклоппен бетпе-бет келіп күш сынасады. Айтпақшы, Циклоп туралы, бұл жолы оның команда лидері екеніне еш күмән жоқ. Өйткені жақында шыққан ресми промо-арттарда дәл осы Циклопқа ең үлкен орталық орын берілген. Ақыры студия бұл кейіпкердің қадірін түсініп, нағыз әлеуетін ашатын кез келді деп ойлаған сияқты. Естеріңізде болса, бұрынғы Fox студиясы түсірген фильмдерде ол негізгі кейіпкер бола тұра, көзге түспейтін арттағы пландағы елеусіз біреу болып қала берген еді. Ал мына жаңа бейнесі, жаңа образы мінсіз, сөзсіз өте мықты көрінеді. Басқа қаһармандар өзара кім мықтыны анықтап қырқысып жатқан кезде біздің Тор уақыт жоғалтпай бірден басты жау Доктор Думның өзіне тура ұмтылады. Ең қызығы, Тор баяғы таныспен болған шайқастағы атақты қателігін енді қайталамауға бекінген сияқты. Ол бұл жолы бірден Думның басын шабуға әрекет жасайды. Бірақ өкінішке орай мұндай алапат күш иесі Доктор Думның алдында біздің найзағай құдайымыз мүлдем дәрменсіз болып қалды. Мына бір эпик кадрға қараңыздаршы. Доктор Дум Тордың жойқын гром секирасын жай ғана екі саусағымен оп-оңай тоқтата салады. Ал бұл көріністі көрген Тордың бет әлпетіндегі шок пен таңғалысты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осы орайда айта кететін тағы бір қуантатын жайт. Ақыры ағайынды руссолар бізге баяғы нағыз қаһарлы Торды қайтарыпты. Трейлерде ол өте байсалды, мықты әрі мінсіз көрінеді. Соңғы кездері оны сайқымазақ қылып жіберген еді. Тордың соңғы жеке фильмдерін еске түсірсеңіздер, бірден түсінесіздер. Меніңше Тордың өзі де үнемі сайқымазақ болудан әбден шаршаған сияқты. Оның қатысуымен жасалған экшн сахналар тіпті бөлек әңгіме. Жалпы алғанда дәл қазіргі сәтте фильмнің визуалды жағы мен графикасы маған қатты ұнап тұр. Әсіресе Тордың мына бір көздің жауын алатын шайқасы. Естеріңізде болса, ағайынды руссолар бізге бір үлкен интрига тастаған болатын. Олар неліктен Доктор Думның сырт келбеті біз білетін Тони Старктан айнымай қалған алдағы құпия соғыстарда толықтай түсіндіріп береміз деп уәде еткен. Және олардың айтуынша бұл себеп бәріміздің жағамызды ұстатып таңғалдырады екен. Қандай құпия жасырынып жатқаны кім білсін. Ал енді Доктор Думның мақсатына келетін болсақ, дәл баяғы таныс сияқты бұл жерде Доктор Думның да өз ішіне бүккен жеке мотивациясы бар. Жалпы бұл жағдайға сәл тереңірек үңіліп басқа қырынан қарайтын болсақ, ол негізінен абсолютті жауыз емес қой. Иә, қателеспедіңіздер, бұл фильмдегі нағыз басты жауыз, басты қауіп Дум емес, ол ғаламдардың соқтығысуы, яғни инкурсия. Комикстерді оқығандар жақсы біледі. Кезінде бүкіл мультиғаламды толықтай жойылып кетуден аман алып қалған жалғыз адам осы Доктор Дум болатын. Әрине, ол кейін бар билікті өз қолына алып, қатегіз диктаторға айналып кетті, бірақ ең бастысы, ол бәрін құтқарып қалды. Меніңше, кинода да біз дәл осыған ұқсас бағытты көреміз. Яғни бұл фильмде бірыңғай мейірімді, ақ періште немесе түгелдей қара ниетті жауыздар болмайды. Барлық кейіпкерлер сұр жолақта ортада жүреді. Ең маңызды деталь Думның түпкі ниеті мультиғаламды аман алып қалуы. Тек ол үшін өзінің ешкімді аямайтын қатегіз әдістерін қолданады. Және тағы бір қызық сюжеттік бұрылыс, фильмде Доктор Дум Стив Роджерсті өлердей жек көретін болады. Дәл осы қарама-қайшылық, осы екеуінің текетіресі бүкіл фильмнің басты қозғаушы күшіне, басты дуэтіне айналмақ. Бұл шынымен де қызық шешім. Өйткені түпнұсқа комикстерде Думның ең бітіспес жауы Стив емес, Мистер Фантастик, яғни Рид Ричардс болатын еді. Кинода бұл динамиканы мүлдем басқаша ойластырған сияқты.
Осы тұста Marvel студиясы өте дұрыс, тіпті тапқыр шешім қабылдады деп есептеймін. Баяғыда Стив Роджерстың уақыт кеңістігінде немесе ғаламдар арасында саяхаттап жасаған әрекеттерінің кесірінен тікелей Доктор Думның отбасы ауыр зардап шегетін, тіпті қайғылы жағдайда көз жұматын тәрізді. Міне, Думның Капитан Американы неліктен өлерде жек көретінін, неліктен оған осыншама кектенетіннің басты сыры осында жатыр. Яғни бұл жай ғана ғаламдардың қақтығысы емес, бұл Думның өте ауыр жеке трагедиясы әрі кек алу операциясы. Мұндай терең әрі түсінікті мотивациямен бұл текетірестің нағыз от болатыны сөзсіз. Айтпақшы, жақында ғана желіде Доктор Думға арналған су жаңа ресми постер жарық көрді. Оған мұқият үңіліп қарасақ, біз басты қаһарманымыздың отбасын көріп тұрған сияқтымыз. Кадрға назар аударайық. Дум өте әдемі алып фресканың, яғни қабырғадағы суреттің алдында тұр. Бірақ бұл жай ғана көз тартатын әдемі фон емес. Бұл фресканың өзі-ақ Думның түпкі шынайы жоспарын және оған қандай құдіретті күштер қарсы тұрғанын толықтай әшкерелеп беруі мүмкін. Бұл фресканың стилі мен дизайны кәдімгі орта ғасырлардағы шіркеулерде ілінетін классикалық суреттерді қатты еске салады. Ондай діни суреттердің жазылмаған бір заңы бар. Әдетте ең жоғарғы жағында жұмақ, ал төменгі бөлігінде тозақ немесе соған қарама-қайшы қара түнек күштері бейнеленеді. Осы бір маңызды детальді ескере отырып, мынадай логикалық тұжырым жасап көрейік. Суреттің дәл жоғарғы жағында періштелердің қоршауында тұрған ана мен оның ұлын көруге болады. Меніңше, дәл осы көрініс Доктор Думның көздеген ең басты мақсаты, оның аңсаған арманы болуы әбден ықтимал. Комикстер әлеміне сәл шегініс жасасақ, Доктор Дум заманауи ғылымды да, тылсым сиқырды да қатар мінсіз меңгерген өте сирек әрі бірегей кейіпкер екенін жақсы білеміз. Оның қара магияға деген қызығушылығы неден басталды деп ойлайсыздар? Бәрі оның туған анасы тозаққа түсіп қалғаннан кейін басталған еді. Және бұл сәттің бәрін толық мен осы каналымдағы бейнеролигімді толық түсіндіріп, Доктор Думның толық тарихын айтып берген болатынмын. Доктор Думның тарихын, неге ол осындай жолға түсті және қандай күштерге ие екенін білгіңіз келсе, видеоның сілтемесін бекітілген комментарий бөліміне тастап кеттім, кіріп тамашалай аласыз. Кинодағы Доктор Думның да басты мотивациясы дәл осы қайғылы оқиғамен тікелей астарласып жатуы әбден мүмкін. Бұл кино ғаламда оның анасының орнына суреттегі бала мен ана, бұл Доктор Думның баласы және әйелі болуы әбден мүмкін. Және сол Думның отбасында қайғылы жағдай болып, фильм сценарий бойынша ол үшін кімді кінәлайтыны жоғарыда айтып өткеніміздей, бұл Стив Роджерс. Трейлердің келесі кадрларына мұқият көз жүгіртсек, Тор мен Доктор Дум арасындағы дәл осы эпикалық жекпе-жектің нақты қай локацияда өтіп жатқанын аңғаруға болады. Бұл шайқас баяғы X адамдар мектебінің дәл маңында өрбіп жатыр. Бұлай сенімді түрде айтуыма не түрткі болды десеңіздер, фонда мутанттарды аулайтын алып сақшыларды анық көруге болады. Ал оқиға желісі ары қарай қалай өрбімек? Менің болжамымша, біздің шашыраңғы қаһармандарымыз ақыры ортақ тіл табысып, бір команда болып біріккен сәтте Доктор Дум да қарап қалмайды. Ол өзінің ақылға сыймас құдіретін іске қосып, жаңағы алып сақшыларды толықтай өз бақылауына алып алатын тәрізді. Яғни оларды тікелей біздің қаһармандарға қарсы айдап салады деген сөз. Бұл өте қауіпті бұрылыс. Трейлердің тағы бір күтпеген ең қызықты сәтіне назар аударайықшы. Кадрдан біз Локиді байқап қаламыз, және де ол Стив Роджерстің жеке үйіне арнайы келгенге ұқсайды. Біз оны арттағы фондағы таныс ағаштар мен ауланың көрінісінен ақ оп-оңай аңғара аламыз. Ендігі сұрақ, уақыт құдайына айналған Локи бұл жерде не істеп жүр? Ол Капитан Америкаға өте маңызды, тіпті тағдырды шешетін ескерту жасауға келген сияқты. Бұл жағдайдың астарында үлкен мән жатыр. Естеріңізде болса, Стив баяғыда шексіздік тастарын өткен шаққа апарып қайтарамын деп жүріп, уақыт желісін біраз бүлдіріп, өзгертіп жіберген болатын. Ал мұндай үлкен қателіктердің кесірінен жаңа инкурсиялар, яғни ғаламдардың соқтығысуы орын алуы әбден мүмкін еді. Меніңше, дәл осы апаттың алдын алу үшін Локи Стив Роджерсті тікелей фантастикалық төрттіктің ғаламына әдейілеп аттандыратын тәрізді. Егер бұл теориям дәл келсе, онда Марвелдің соңғы шыққан фильмінде, нақтырақ айтсақ, фантастикалық төрттік фильмнің соңғы жақтарында баласымен бірге көрінген бейне дәл осы біздің Стив екені толық расталады. Және алдыңғы кадрларда көргеніміздей, фантастикалық төрттіктің кемесіне Капитан Американың қалайша тап болғанын ең қисынды жауабы да осы. Оны ол жаққа мультиғаламды сақтап қалу мақсатында Локидің өзі жіберген. Келесі кадрлардың бірінен біз Профессор X-тің жүзінен нағыз үрейді,
қатты шок болған сәтті байқаймыз. Меніңше Чарльз Ксавьер өзінің де жалпы бұл ғаламның да өмір сүруге санаулы ғана уақыт қалғанын толықтай түсініп, сезіп тұрған сияқты. Жасыратыны жоқ, бұл фильмде өкінішке қарай көптеген кейіпкерлерімізбен мәңгілікке қоштасуға тура келеді. Құрбандықтар мен өлімдер өте көп болады, бірақ студия бұл жолы профессор Иксті баяғы Доктор Стрэндждің екінші бөлімдегідей ақымақ қылып, оп-оңай жоя салмайды деп қатты үміттенемін. Бұл нағыз құрметсіздік болар еді. Әзірге трейлерде бізге оның өзінің ескі досы әрі мәңгілік серігі Эрикке, яғни Магнетоға үнсіз ауыр мұңмен қарап тұрған өте эмоциялы сәтін ғана көрсетеді. Әзірге трейлерде профессор Икстің толыққанды күшін пайдаланып жатқанын көрсетпеді. Бәлкім бұл олардың ең соңғы кездесуі, мультиғалам жойылар алдындағы ең соңғы қоштасу сәті шығар. Айтпақшы, трейлерде Франклин де бой көрсетті, бірақ көпшілігіңіз оны байқамай қалған боларсыздар. Мына бір кадрға мұқият қарайтын болсақ, алғашында Джонни, яғни алау адам өз әпкесі Сьюді құшақтап тұрғандай әсер қалдырады. Бірақ кішкене ойлап қарасақ, Сьюдің шашы бұдан әлдеқайда ұзынырақ емес пе? Оның үстіне Джоннидің құшағындағы адамның шашы бұйра әрі ақшыл түсті. Дәл Франклиннің шашы сияқты. Сондықтан бұл кадрдағы кейіпкердің нақ Франклин екеніне толықтай сенімдімін. Ал енді артқы фонға назар аударыңыздаршы, онда алапат жарылыс болып жатыр. Мұның сыры неде болуы мүмкін? Менде екі нұсқа бар. Біріншісі, олар қандай да бір балама ғаламды, тұтас бір әлемді өз қолдарымен құртып жіберуге мәжбүр болған шығар. Ал Джонни болса, кішкентай Франклиннің бұл сұмдықты бүтін бір әлемнің қалай қирап жатқанын көрмеу үшін, оны кеудесіне қатты басып көзін жауып тұрған сияқты. Екінші нұсқа, бұл одан да қорқынышты. Бәлкім бұл жай ғана ортадағы қақтығыс емес, мүлдем фильмнің ең соңғы минуттары, финалдық кадрлары шығар. Және біз дәл қазір тұтас мультиғаламның көз алдымызда қалай жойылып, өліп бара жатқанның куәсі болып тұрған болармыз. Ал енді Сью Штормның, яғни көрінбейтін әйелдің тағдырына тоқталсақ, ол осы бір алмағайып шақта Немірдің жанында қалатын сияқты. Трейлердегі кадрларға қарап, алдағы фильмде бұл екеуінің бірігіп әрекет ететін ортақ сахналары өте көп болатын аңғару қиын емес. Осы тұста комиксі тарихына кішкене шегініс жасап кетейікші. Негізі, мұхит астының патшасы Немір Сью Штормға шын жүректен ғашық болып, оны бірнеше рет Рид Ричардстан алып кетуге тырысты. Тіпті оған Атлантиданың патшайымы болуды да ұсынған. Ал Сьюзен Шторм Немірді қатты құрметтеп, оған іште жылы сезіммен қарағанымен, оның жүрегі әрдайым Ридке тиесілі болды. Немірдің ықыласы оған ұнағанымен, олардың қарым-қатынасы ешқашан достықтың немесе мәжбүрлі одақтың шегінен асқан емес. Ендігі мені қатты қызықтырып тұрған басты сұрақ, Марвел кинода осы бір күрделі қарым-қатынасты қалай көрсетеді екен? Менің жеке болжамымша, студия бұл жолы артық романтика мен драмаға салынбайтын сияқты. Олардың арасындағы байланыс махаббаттан гөрі барынша достық, өзара құрмет пен жай ғана сенімді одақтастық деңгейінде өрбейді деп ойлаймын. Ал енді трейлердегі ең қуатты, жүректі дір еткізген нағыз эпик сәтке кезек келді. Бұл Тор мен Стив Роджерстің көптен күткен, яғни фанаттардың армандаған кездесуі. Бірақ байқасаңыздар, алғашында Тор оған мүлдем сенбей, қатты күдікпен қарайды. Оны түсінуге де болады. Қазір мультиғаламның есігі айқара ашылған заман. Жан-жақта түрлі балама нұсқалар қаптап жүргенін Тор өте жақсы біледі. Сондықтан, алдында тұрған адамның шынымен өзінің ескі досы екеніне көз жеткізу үшін Тор одан ең басты дәлелді талап етеді. Яғни өзінің әйгілі Мьёльнир балғасын көтеріп көруді ұсынады. Ал Стив ол балғаны ешқандай күш жұмсамастан оп-оңай көтере салады. Міне, дәл осы көріністен кейін бойымызды ерекше сезім билеп, алдымызда тұрған бөтен біреу емес, дәл сол баяғы өзіміздің нағыз Стив екеніне 100% көзіміз жетеді. Иә, рас, сюжет бойынша бұл фильмде ол ресми түрде Капитан Америка деген атақты иеленбеуі әбден мүмкін, өйткені бұл титул қазіргі басқа кейіпкердің қолында ғой. Бірақ шыны керек, одан не өзгереді? Біз үшін, киносүйер қауым үшін Стив Роджерс қашанда ең бірінші, ең шынайы әрі жалғыз Капитан Америка болып қала бермек. Осымен кек алушылар Доктор Дум фильмнің алғашқы трейлеріндегі басты құпиялар мен жасырын детальдарды толық талдап шықтық. Айтпақшы, тағы да еске сала кетейін, менің арнамда осы басты кейіпкеріміз Доктор Думның толық тарихына арналған арнайы бейнеролик бар. Доктор Думның тарихын, неге ол осындай жолға түсті және қандай күштерге ие екенін білгіңіз келсе, видеоның сілтемесін бекітілген комментарий бөліміне тастап кеттім. Міндетті түрде кіріп тамашалаңыз. Және де нағыз кино фанаттарынан алған маңызды ақпарат.
Marvel мен жалпы кино әлеміндегі су жаңа трейлер, ең ыстық жаңалықтар мен интернетті жаратын эксклюзивті сливтер ең бірінші болып біздің Киношоу KZ Гиктер әлемі атты телеграм арнамызда шығады. Ешқандай маңызды ақпараттан қалып қоймас үшін дәл қазір біздің телеграм арнамызға тіркеліп алыңыздар, және ол жақта арнайы чат бар. Гиктер өз ойларыңмен бөліссеңіздер болады. Арнаның сілтемесі төменде болады. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ендеше арнамызға жазылып, осы бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздер бұл ауқымды кроссоверден не күтесіздер? Өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді төменде қалдырып кетіңіздер. Бәрін оқып шығамын. Сіздермен болған Киношоу KZ келесі кездескенше.